Санынан адасты Майра. Айналасында аржақтаған адамдар. Өзі де күле бере ме, ысып бара жатқандай денесі. Бәрі әдемі, жылы сөздер айтылып жатыр. Майраға мейірімді көзбен қарайтындай. Рендері де келіскен. Майраның көзі үйреніп, мына дауыстар құлағына жаққандай. Айналасында сеңіле жандап сөйлеген мейірімді адамдар қаумалаған соншалық, ол өзінің бір уақытта естен кетіп, мас болып жатқанын білген де жоқ. Тіпті бөтен суық қолдар оның етегін тұрып санынан сипай бастағанда да ешқашан ішіп көрмеген арақтан босансып, мас күйде әлдекімнің астында жатқанын да сезіне алмағандай еді. Біреу, екеу, үшеу, кімдер келіп, кімдер кетіп, не болып жатқанын аса ұқпаған Майра екі өзбек пен үш тәжіктің астында кезек-кезек умаждалып жатты. Ал Нағашбек бұл кезде араққа тойып, қораның шетіндегі боққа аунап жатқан болатын. Майра орнынан ашық-шашық, бөтен төсекте шашы жалбырап тұрды. Қыз өмірімен қоштасқанына 10 жылдан асса да, күйеуінің қасында ойпырмай, күйеу болмаған кезде де өз төсегінде дәл бұлай жатпаған шығар. Омырауы салбырап, баладан қалған қағарын былжырап, өзінен өз жеркенді. Өз-өзінен шошыды. Не болған түсіне алмай, анадайда жатқан халатын алып үстіне асығыс киді. Тапырақтап, тапталып, жүрек аузына тығылғандай, есеңгіреп кетті. Басы сынып ауырып жатқандай. Не болды? Нағашбек қайда? Мен қайдамын? Неге бұлай отырмын? Шынымен мен... Сіңлі Джон деген дауыстан селкеті қалған Майра есікке жалт қарады. Сіңлі Джон, шай ішіп аларсың, қарның ашқан шығар. Үнсіздік. Сен жылама, мен саған жаман істемедік. Саған жаман істеген ана Нағашбек. Сол хайуан, біз емес. Сол хайуаннан көр. Үнсіздік. Сіңлі Джон, сен шай іш. Қараш, саған не дайындап қойдым? Осыны балаларға апарып бер. Майра тіл қатпады. Отырған күйі мелшиіп отыра берді. Солай ымырт түскенше отырды. Кеш болғанда үсті-басын тез жөндеп бөлмеден шықты. Қолындағы бағана өзбек акасы берген сөмке бар еді. Қақпадан шығарда кешегі бияз жігіт қасына келіп, Майра, қайтып келіп, сені іздеп сонда барып тұрмайын деді жымиып. Майра үнсіз кетіп бара жатты. Майраның түнгі жұмысы осылай басталды. Сорына ма, әлде бағына ұшырады ма, кім білсін. Өзін әукемдеп жүрген 4 еркек тазалықты ұнататын адамдар екен. Майраның моншаға түсіп таза киім киген қалайтын болды. Моншаға да кезектесіп түседі. Әдем киімдер киген, тіпті төртеудің ортасында тұрып би билегенін қалайтын. Әдем әуезді әндер қоятын. Өздерінше бордель ашқан түрлері. Бәрін екемдеп ұйымдастырып жүрген баяғы бипас, биязы, кәззап жігіт. Ол өзі көп жақындамайды Майраға. Тек анда-санда араққа тойын қараған сәтінде болмаса. Меншіктегендер соншалықты Майра бұл төртеуінің тірі қуыршағына айналды. Ойларына не келсе соны істейтін. Майраға оның бәрін көрсетіп, үйрететін баяғы кәззап. Небір видеоларды әкеліп, Майра көрмеген дүниелерді көрсететін. Қозып кетіп екеуі ұмар-жұмар болатын. Басқаларына қарағанда Майраға да осы кәззап жағатын. Әйтеуір осыдан мейірім, рахат, тоқшылық көріп жатқандай еді. Бірақ қуыршақтың да керек емес кезі болады екен. Майрадан бұлар да жери бастады. Майра қылымсыған сайын бұлар қашатындай кейіп танытып, жайлап Майраға деген көңіл суи бастады. Бірақ төртеуінен ләззат, тоқшылық көрген Майрада баяғы момын, аңғал мінезінен арылып, қылымсыған қитұрқы қылықты қатынға айналғанды. Аядай ғана ауыл. Арадан жыл өтпей Майраның өзгерген ел білген. Көрген соң қазақтың намысы бар еркектер бұл төртеуінің ойнастық етіп жүрген үйшігіне Майра жоқта келіп тасталған етеді. Бірақ бұл өзбек пен тәжіктер оңай құтылады. Өйткені Нағашбектің Майраны картаға тұрып жібергені және қарызынан құтылғанша Майраны беретіні жазылғаны
тілхатты көрсетіп жандары қалды. Ақшамды берде, қатындарымды алып кете беріңдер деген тәшіктің сөзіне ләм-мим деп жауап бере алмаған еркектер тілдерін тістеп, ызадан булығып үйлеріне қайтады. Нағашбек соққаға жығып, участковый Асқарға болған оқиғаны жыр етіп айтса да, ешкім ештеңе істей алмады. Өйткені Майра 18-ден асқан, өз еркі өзіндегі әйел болатын. Оның үстіне күйеуі картаға ұттырып жіберген болса, Майраға еркектер қызығып та, қызғанып та қарайтын болды. Ал әйелдердің атарға оқтары жоқ. Жүндей етіп түтіп жейін десе, бұлардың байлармен ойнастығы жоқ, ұстап алмады. Тиіспейін десе, күн сайын құлпырып бара жатты әдірем қалғырдың қатыны. Не айтарларын білмеген әлде кімдер Нағашбекті ақтап жатса, кейбірі Майраны жақтап жатты. Әйтеуір елдің сөзі де, көзі де Нағашбектің бейшаралығы мен Майраның өзгеруінде болды. Десе де, түртпекке айналған сондай жаман ғой. Елдің алдында еңсесін тіктеп жүргісі келсе де, кеудесінен бір нәрсе басып тұрғандай.